Ассалаумағалейкум, ақсақалдарымыз, бауырларымыз, іні ұлдарымыз, армысыздар ма нәзік жанды аналарымыз, мейірімді әкпе қарындас жеңгелеріміз, жағдайларыңыз жақсы ма? Негізі адамзат баласының ар намыс жігері болады. Бірінші, жаратылысына сай мұсылмандық ар намыс жігері болу керек. Екінші, ұлттық ар намыс жігері болу керек. Үшінші, жыныстық ар намыс жігері болу керек. Осы ар намыс жігері толыққанды болған кезде адамзат баласы бақытты өмір сүріп, қоғамға пайда келтіретін дәрежеде болады. Бұны айтып жатқаным бүгін мынау тәуелсіздік күні. Біздің ата-бабаларымыз тәуелсіздікті ғасырлар бойы аңсаған, армандаған, сол үшін жанын пида еткен. Кешегі алты алаш азаматтарын еске алсақ та, одан кейінгі желтоқсандықтарды еске алсақ та, осылардың барлығы елім жерім деп өмірін қиғандары бар, зардап шеккендері бар, тағдырлары тәлкекке түскендері бар. Сондықтан да өмірден шахид болып өткен осы кісілердің Алла тағала жандарын жәннаттан етсін, Алладан рахым, пайғамбарымыздан шапағат нәсіп етсін дейміз. Қазақ ата әжесін өте жақсы көріп, құрметтеп сыйлап өмірден өткен ұрпақтарымыз. Тіршілігінде қадір қасиетін беріп құрметтесе, өлгеннен кейін де мен ата әжемнің әруағын таптатпаймын, мазалатпаймын, шошқасын сегіз тыстырмаймын деп, ата баба әруағын қорғап, басына белгі қойып, дәретпен барып, Құран оқып, Алладан рахым, пайғамбарымыздан шапағат тілеген елдің ұрпағымыз. Ата әжесін жақсы көрген соншалықты әруақ деген сөзді айтқанда, ерен күшке еге болған елдің ұрпағымыз. Бұны айтып жатқаным, құрметті бауырлар, тәуелсіздіктің келуі оңай болмады. Осы тәуелсіздік жолында денсаулығына нұқсан келген, өмірлеріне сызат түскен, тағдырлары тәлкекке түскен, күні бүгінде өмір сүріп жатқан азаматтар мен азаматшаларға зор денсаулық, бар жақсылықты тілейміз. Мысалға біз өзгеге қарағаннан гөрі өзімізге қарауымыз керек. Менің киімім қандай, кейпім қандай, сөйлеген сөзім, тілім қандай. Менің киімім, кейпім, тілім ата-баба әруағын разы ете ма, разы етпей ма деген ойда болсақ, тегімізді танысақ, түбімізге оралсақ, біздің мақтанатын дәстүріміз, тарихымыз бар. Сондай халге келуді Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Тәуелсіздігіміз мықты болсын, аумин.